Жамбыл облысы Байзақ ауданы Бұрыл ауылы Бұрыл орта мектебінің жанынан ашылған Ботахан шағын орталығы 2010 жылы 7 сәуірде пайдалануға берілген. Сыйымдылығы 50 орындық 2 топқа арналған. Шағын орталықта 2 ойын бөлмесі, 2 жатын бөлмесі, музыка бөлмесі, жуынатын бөлме бар. Шағын орталықтың кіре беріс дәлізі көркем эстетикалық талаптарға сай безендірілген. Мұнда ата-аналарға арналған бұрыш бар. Мұнда 2 топтың оқу қызмет кестесі, күн тәртібі, күнделікті ас мәзірі және ата-аналарға арналған хабарландыру ілініп отырады. Денсаулық бұрышы, педагог және тәрбиеленушілер жетістіктері, рухани жаңғыру және шығармашылық бұрышы бар. Және де тәрбиеленушілерге арналған киімдер сөресі тізіммен орналастырылған. Мен Бұрыл орта мектебінің мектеп алды даярлық тобының тәрбиешісі Айбишева Гүлнар. Мен осы оқу бөлмесінің меңгерушісімін. Оқу бөлмесінде 2 ауысым бойынша балалар оқиды. Жалпы оқу бөлмесінің сыйымдылығы 24 балаға арналған. Оқу бөлмесінде барлық санитарлық талаптар сақталған. Сонымен қатар оқу бөлмесі стендтермен жабдықталған. Мысалы, денсаулық бұрышы, жолда жүру ережесі, табиғат бұрышы, сөйлейтін әліпби, кеспе әріптер бар. Күнделікті ұйымдастырылатын оқу қызметі 5 сала бойынша жүргізіледі. Денсаулық саласы бойынша денсаулық бұрышы, әлеумет саласы бойынша өзін-өзі тану бұрышы, таным саласы бойынша математикадан түрлі үйлестірмелі қағаздар бар. Коммуникация саласы бойынша түрлі әдеби кітаптар, дидактикалық материалдар жабдықталған. Сонымен қатар дамытушы ортаға арналған дүкен, шаш тараз және де басқа да түрлі ойыншықтармен жабдықталған. Средняя школа Бурыл. Я воспитатель предшкольного нулевого класса, заведующая кабинетом Садердинова Руфина Камилевна. Кабинет предусмотрен для 24 учащихся. В первую смену обучается 19 учеников, во вторую смену обучается 18 учеников. В кабинете предусмотрены все санитарные нормы. Имеются информационные яркие стенды, например, правила дорожного движения, новый стандарт, времена года. В кабинете имеются различные наглядности, сказки, дидактический и раздаточный материал. Ежедневная учебная деятельность проводится по 5 областям. Образовательной области здоровье, социум, познание, коммуникация и творчество. По всем областям собрано много разного художественного и дидактического материала. Музыка бөлмесінде әдіскерге, медбикеге, психологқа, дене шынықтыруға және музыкаға арналған бұрыштар ұйымдастырылған. Әдіскер бұрышында жылдық жоспар, оқу жоспары, оқу қызмет кестесі, күн тәртібі бекітіліп мөрленген. Әдіскер сөресінде нормативтік құжаттар, педагогикалық әдістемелік, өндірістік кеңес, ата-аналар жиналысы хаттамалары және де бақылау мен басқару, ашық оқу қызметтері, ертеңгіліктер, мониторинг папкалары қойылған. Қосымша әдебиеттер жинақталған. Медициналық бұрыш жабдықталып, барлық санитарлық қағидаларға сай жұмыс жүргізіледі. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 2021 5 тамызда шыққан номері 76 бұйрығына сәйкес жұмыстар жүргізіледі. Дәрі-дәрмекпен толық қамтылған. Шағын орталықтың жұлдыз ортаңғы тобының жалпы сыйымдылығы 26 балаға арналған. Топтарда перспективалық жоспар, циклограммалық жоспар және вариативтік жоспарлары мөрленіп бекітілген. Топтарда денсаулық, қатынас, таным, шығармашылық және әлеумет 5 білім беру салалары бойынша бұрыштар жасалынған. Ойын баланың іс-әрекетінің жетекші түрі. Сол себепті топта ойын ортасы, ойындарға арналған құралдар ұйымдастырылған. Шаштараз, асхана, гараж, дүкен, дәрігер, зообақ, отбасы, дәріхана, кітапхана, құрылысшы, дүкенші және табиғат бұрышы жасалынған. Тәрбиеші сөрелерінде оқу қызметіне арналған көрнекіліктер, дидактикалық материалдар,
үйлестірмелі қимылды ойындар материалдары және қосымша әдебиеттер жинақталған. Топ бөлмесі жарық, жылы, қазіргі заман талабына сай. Жұлдыз орта тобының жатын бөлмесі 26 балаға арналған төсекпен жабдықталған. Балалардың тыныш ұйқысына жағдай жасалынған. Шағын орталықтың екінші тобы балапан кіші топ, сыйымдылығы 24 балаға арналған. Топтарда перспективалық жоспар, циклограммалық жоспар бекітіліп мөрленген. Топта денсаулық, қатынас, таным, шығармашылық салалары бойынша бұрыштар ұйымдастырылған. Балалардың ойын іс-әрекетін белсендіру, кеңейту және байыту үшін топта арнайы кеңістік ұйымдастырылған. Мұнда шаштараз, дәріхана, кітапхана, құрылысшы, асхана және табиғат бұрышы, қазақтың ұлттық бұрышы жасалынған. Тәрбиеші сөрелерінде оқу қызметіне арналған көрнекілік құралдар, дидактикалық материалдар, үйлестірмелі қимылды ойындар материалдары және қосымша әдебиеттер жинақталған. Балапан кіші топ жатын бөлмесі 24 балаға арналған төсекпен жабдықталған. Балалардың тыныш ұйқысына жағдай жасалынған. Жуынуға арналған бөлмеде қол жуғыштар және түбектер орналасқан. Балалардың санына байланысты сүлгілер ілінген. Кір жуатын орында таза төсеніштерге, таза сүлгілерге арналған сөрелер орналасқан. Және балаларды жуындыруға арналған орын, кір жуатын екі құрылғы, төсеніштер, үтіктеуге арналған стөл бар. Мен Ақылбекова Нұрзия Бұрыл орта мектебінің жанынан ашылған Отаған шағын орталығының бас аспазшысымын. Бала бақша 50 балаға арналып ашылған. Асханамыз тамақ дайындауға арналған электрлі пешпен, азық-түлік сақтайтын қоймамен, үстелдермен, кастрюльдермен, тақтайшалармен жабдықталған. Қоймамыз азық-түлік сақтайтын тоңазытқыштармен жабдықталған.